Құрметті көрермен, бүгінгі мынау бейнетаспаға түсіретін тақырыбымыз жақсының аты өлмейді, немесе карантинде отырып жазылған естелік деп атадым. Бұның себебі осы маған Қасым Аманжолов ауылындағы марқұм Сәкенов Бақыттың бала шағасы келіп еді. Әкеміз туралы не білесіз, соны жазып берсеңіз деп. Сол білгендерімді жазып, енді соны бейнетаспаға түсірейік деп, осы жерде менің жанымда менің жолдасым отыр, Рымтай Байжолқызы. Біз енді Бақытпен мен жолдас болсам, бұл кісілер Бақыттың жолдасы Олямен жолдас болды. Сондықтан енді қазіргі айтатын тақырыбымыз осы Сәкенов Бақыт туралы болады. Сәкенов Бақыт 1944 жылы 15 майда туған. 2003 жылы 27 қарашада о дүниелік болды. Енді жаңа айтып кеттім ғой, артында бар оңалар дейді. Сол балалары келгеннен кейін әкеміз туралы не білесіз дегеннен кейін жағыны осындай қатқа түсірдім. Қағазға түсірдім дағы, қолымдағы бар құжаттардың негізінде. Содан кейін өзім бұлай ойланып отырсам, енді Сәкенов Бақытты 66 жылдың аяғынан бастап білемін. Енді Сәкенов Бақыт бізге сонда келгенде оқысының енді бірінші жұмыс Сәкенов Бақыттың суреті. Сәкенов Бақыт енді 66-67-68 жылдары қазіргі Қасым Аманжолов ауылының бұрын Фрунзе атында кеңшар болған, совхоз болған. Сол кеңшарда 67-68 жылы ол кісі спорт инструкторы болып қызмет атқарды. Сол қызмет атқарып жүрген кезде военкомат бізді 67-68 жылдары неге шақырды, военкоматқа, әскерге шақырды. Сол әскерге шақырғанда ол кезде военкоматтың жиыны бойынша, тәртібі бойынша ГТО дейді. Готов к труду и обороне деген қазір күнде жаңағы дайындықтан өткізеді дағы. Соның ішінде әрбір спорт түрінен, жүгіруден болсын, секіруден болсын, барлық спорт түрінен қазір күнде неге разряд тапсыратынбыз. Соны соған оқсы бізді апарған. Сол апарған туралы осы жерде менің қолымда мынау карточка тұр. Мынау карточка. Осы карточканың ішінде мынау егер өзі 10 адам болса, бір-ақ адам мына жерде бөтен адам, мынау Амангел деген кісі, бұл кісі басқа Карпшокадан келген кісі, мынау басқалары, мынау отырған мен, бірінші отырған. Сол жақтағы. Одан кейін менен кейін отырған Сағат Арап, Бақыт Сәкенов, мынау Елеу Айтқұлов. Мына жерде тұрған Екемай тұр мына жерде. Мынау Арап Талғат, мынау кім Әбікен деген Даданов, мынау Жұмабай деген жігіт. Бұл енді осы нені бізді осындай тәртіппен апарып, жаңағы қазір күндей әскерге шығарып салды. Одан кейін біз енді 70 жылдың аяғында әскерден келдік. Әскерден келгеннен кейін енді бұлайша айтқанда жан ұялы болдық. Жан ұялы болғаннан кейін бір-бірімізбен араласып тұрдық. Енді 77 жылға дейін Фрунзе совхозында жұмыс істедім. Мен сауда жағында істедім. Ол кісілер жаңағы ауыл шаруашылығында істеді. Содан 77 жылы мен Талдаудан ашылғанда Қарағайлыға көшіп бардық біз. Бірақ екі жанұяның арасында қарым қатынас суыған жоқ. Өйткені Сәкенов Бақыттың үлкен баласы
марқұм болып кетті, менімен аттасып қойған. Енді сол бақыттың енді еңбек жолы сол К-700 бригадасымен байланысты болды. Сол К-700 бригадасында ол кісілердің жұмыстары мынау 70-ші жылдың аяғы, 80-ші жылдың басында өте жақсы жүрді. Ауылда егін жақсы алынды, көрсеткіштер жақсы болды. Сол себептен ол кісіні сол уақытта мынау еңбек орденімен наградталып, еңбек даңқ орденімен наградталып, 3-ші және 2-ші дәрежесімен ол кісі марапатталды. Сол енді Талды ауданының жаңағы конференциясында бірге кездесіп жүрдік. Сол конференцияда мұнда суреттегі мынау сол жақтағы тұрған Шахмерденов Бағдат, ортасында Сәкенов Бақыт тұр, шет жағында мен тұрмын. Сол Талды ауданының жаңағы компартиясының конференциясы болған. Сол конференцияға делегат ретінде біз қатысып, сонда түскен сурет еді. Енді облыстық және аудандық жиындарға қатысып жүрді Бақыт. Сол қатысып жүргеннің бір несі мынау карточкеде Бақыттың біздің ауылдан осы жерде, мына жерде мен санап көрген 25 адам жинасқа қатысыпты. Осы мен енді 25-нің де атын білем қазір енді. Бірақ барлығын айтып жатуға уақыт алатын болғаннан кейін, оны көрген кісі өздері таниды, әкелерін деп ойлаймын. Бұрын бұл карточке жаңағы неде Фейсбукқа салынған. Осындай сол мезетте енді сол жылдары Бақытты мынау 10-шы сайланған Қазақ СССР жоғарғы советінің депутаты болып сайланды Бақыт. Ол 213-ші Талды ауданының сайлау округі бойынша сайланды. Енді Талды ауданы 1988 жылы тарағанға дейін, одан кейін Қарқалы ауданына қайтадан нетілді, қарады. Одан кейін 89-91 жылдары СССР тарады. Содан кейін біздің жаңағы Фрунзе атындағы совхозға Қасым Аманжоловтың аты берілді. Содан кейін 90 жылдың ортасында Бақыт досымыз ауыр науқасқа шалдығып, 2003 жылы 27 қарашада дүниеден озды. Мен енді тағы да бір айта кететін шаруа, 2009 жылы Бақытты еске алу мақсатында бұрынғы Бөкейханов көшесінде Шаякин Михаилдың үйі бартын. Соны ардагерлер үйі қылып, жаңағыны сол жерде бильярдтан бір турнир өткіземіз. Сол турнирге өткізудің алдында Қарқалы газетіне мен бергем, некролог, еске алу. Сол еске алуда жаңағы Бақыттың фотосын салып, жаңағы некрологқа ең астыңғы жағына осы май айының 15-нен 22-сіне дейін турнир өтеді деп, соған бір хабарлама қоса жаздық осы ненің астынан, жаңағы еске алудың астынан. Соң шара өтті, жаңағы енді жаңағы некрологқа кезінде Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің депутаты болған, даңқ орденінің 2 дүркін иегері болған азамат делініп жазылды. Енді балалары Бағдат, Қайрат, Марина, жұбайы Оля осы турнирді қолдап жоғары деңгейде өткізілді.
Қасым Аманжолов ауылында Бақыттың апасы тұрады, Мәдиян деген кісі. Сол кісі бір күні маған хат жазып, сол хатында әкесі жетпісіп Сәкен туралы бір естелік жаш деп жаңағысы маған қолға салыпты. Және де ол кісінің жаңағы Сәкен Ақсақалдың несін өлеңдерін беріп жіберіпті. Содан кейін апасының жаңағы айтқан аманатын орындап, Мәдиян апаның айтқанын орындап, 17 сәуір 2010 жылы Қарқаралы газетіне мақала шықты. Оның аты «Елім бар, оның аты Қайнарбұлақ» деген атпен шықты жаңағы мақала. Осы мақалада бір айта кететін шаруа, енді осы мақалада бір айтылмай кеткен нәрсе. Мен енді мынау неде Қарқаралы архивінде істегеннен кейін көп қағаздарды ақтардым. Соның ішінде сот прокуратура істерінің ішінен бір құжатта Қайнарбұлақ ауылының бидай қойма меңгерушісі жетпісіп Сәкенді 150 килограмм бидай жетпеген үшін қылмыстық іс қозғалды деген қағаз таптым. Және іс қозғалып жауапқа тартылсын делінген екен дейді. Сол екі ортада жаңағы Бақыттың әкесін Сәкенді неге әскери комиссариат повестка беріп неге шақырады? Военкоматқа шақырады. Сол жерде ол кісі әскерге сразу кетіп қалады, сұранып кеткен болу керек. Енді жаңағы құжаттың аяқ жағында енді екінші бөлек құжатта. Жаңағыда бұлай деп жазылыпты. Аяқ жағында жетпісіп Сәкен әскерге алынуына байланысты қозғалған іс жабылсын делініпті. Ал енді Сәкен ағаның орнына тұрған Қапашева Шәрбану 200 килограммға таяу бидай кем болып 8 жылға сотталып кетті. Содан қайтпаған дейді көз көрген ауылдастары. Енді Бақыттың тағы да бір қыры, ол өнерге деген, оның ішінде мынау ән шырқауы бір төбе болатын. Ауылдағы Әлкеш Мұраттың шығарған 4-5 әндерінің бет пердесін ашқан осы Бақыт болатын дейді. Қарқаралыдағы салтанат ансамбліне қатысқаны бар. Енді жаңағы айтылып кеткен Мәдиян апайдың несі бойынша жазылған мақала еді. Бұл Қарқаралы газетіне шыққан мақала. Елім бар, оның аты Қайнарбұлақ деген. Туры осы. Бұл енді Бақыттың енді өнерге деген, неге деген несі жаңағы өзінің ынтасы керемет еді. Себебі бұның енді әкелерінен, шешелерінен шыққан болу керек. Осының әкесі ақын болған адам. Бұл жерде енді жаңағы мақаланы айтып жатудың өзі уақыт алатын шығар. Оны айтпай қойын, кейін неге балаларына берем. Өздері сол жерде оқыр деп ойлаймын. Қазір енді карантинге байланысты мынау архив, музей, мәдениет сарайындағы құжаттарды іздеуге мүмкіндік болмады. Қолдағы бармен қанағат болдық дейді. Тыңдағандарыңызға рахмет.